Мақтаншақ аю Кырым татар халық масалы. Бір заманда дағы ченде аю кичкене бір торғайны тұтқан да, «Тоқтасын, төневін түлкі мені балыбан бір қаз тұттым» деп мақтанған еді. «Мен де оны барып текаран мақтанайым» деген. Аю торғайчықны тішлеп түлкенің янына келе, ама түлкі оны торғай тішлеп мақтанмаға келгенін аңлап она: «Аю, достым, ағызында не бар шу?» деген. Аю тішлеріні сықып: «Торғай» дей. Түлкі: «Аю, достым, ешітмейм, бүгін кеше пек ярамай ұйықладым, құлақларым тынып қалған, қычырып айт, ешітмейм» деген. «Торғай, торғай, бір şey ешітмейм, ағызының ішінде су бар ма? Ағызını açып айтсан не olur я, достым?» Аю бұл келесі ағызını толдырып: «Торғай» деген. Ағызындaki торғай есе бір етіп ұшып кеткен. Түлкі: «Енді ешіттім, торғай екен» деген. «Ешітмеге ешіттін, ама торғай ұшып кетті де» деп кетірленген аю. Түлкі есе: «Аю достым, мақтанмаға білмейсің. Сен пек doğru бір айвансың. Торғай дегіл де хуш деп айтмақ керек едің. О вақыт тішлерін де açılмас, торғай да ұшмас еді»